Қиыншылықке шақырылғандар үшін 63-ші бүкіл әлемдік дұға күні жайлы Қазірет Әкей 14-ші Леон Папаның хаты. Пәсіх кезеңіндегі 4-ші жексенбі 2026 жылғы 26 сәуір. Құдай сыйының ішкі ашылуы. Құрметті бауырластарым, қымбатты жастар. Тірілген Иса жетелеп, қорғап тұрған Пәсіх кезеңіндегі осы 4-ші жексенбіде ізгі бағушы жексенбісі деп аталатын күні біз қиыншылықке шақырылғандар үшін 63-ші бүкіл әлемдік дұға күнін атап өтеміз. Бұл әр қайсымыздың жүрегіміздің тереңінде гүлдейтін Құдайдың тегін сыйы ретінде түсінілетін шақырудың ішкі өлшемі туралы ой бөлісуге арналған рақымды уақыт. Ендеше, ізгі бағушы Иса бізге көрсеткен шынайы әсем өмір жолымен бірге жүрейік. Әсемдік жолы. Жохан жазған Інжілде Иса өзін ізгі бағушы Хопимен Хокалос деп атайды. Жохан жазған Інжіл 10-11. Бұл атау кемел, шынайы, үлгілі бағушыға қатысты. Өйткені ол өз қойлары үшін жанын қоюға дайын. Сол арқылы Құдайдың сүйіспеншілігін көрсетеді. Иса жүректерді баурайтын бағушы. Оған қараған адам, егер оған ерсе, өмірдің шынымен әсем екенін аңғарады. Бұл әсемдікті тану үшін тән, көз немесе сыртқы эстетикалық өлшемдер жеткіліксіз. Сол үшін ой толғамшылық, ішкі тыныштық пен тереңдік қажет. Тек тоқтап, тыңдап, дұға етіп, Исаның көзқарасын қабылдай білген адам ғана сеніммен айта алады. Мен саған сенемін, сенің жолыңмен өмір шынымен әсем болады. Мен осы әсемдік жолымен жүргім келеді. Ең таңғаларлығы, біз Исаның шәкірттері бола отырып, өзіміз де әсем боламыз. Исаның әсемдігі бізді өзгертеді. Құдай танушы Павел Флоренский айтқандай, аскетизм адамды тек жақсы емес, дәл әсем етеді. Әулиелерді өзгешелейтін нәрсе тек ізгілік емес. Мәсіх Исада өмір сүретін адамның рухани жарқырауы. Осылайша, әрбір мәсіхшінің тағдыры өз тереңдігін ашады. Исаның өміріне қатысу, міндетін бөлісу және әсемдігін жарқырату. Бұл ішкі қатысу тәжірибесі әулие Августиннің өмірінде де көрініс тапты. Ол мойындау деп аталатын кітабында Құдайды менің ең ішкі дүниемнен де терең деп мойындайды. Ол Құдайдың жарығын ашып, қараңғылықта жетелейтін нұрды көреді. Осылайша ол Құдайдың өз жан дүниенің тереңінде бар екенін түсінеді. Бұл ішкі өмірге қамқор болудың маңызын, Исамен қарым-қатынастың кеңістігі екенін және Құдайдың әсемдігі мен игілігін өз өмірінде тану жолы екенін білдіреді. Бұл қарым-қатынас дұға мен тыныштықта қалыптасады. Егер оны дамытуға ұмтылсақ, біз тағдырымыздың сыйын қабылдап, өмір сүре аламыз. Тағдырымыз ешқашан мәжбүрлеу немесе дайын схема емес. Ол сүйіспеншілік пен бақыттың жоспары. Сондықтан, қиыншылықке шақырылғандардың пасторлығында және әрдайым жаңарып отыратын ізгі хабарды жариялау ісінде
ішкі өмірге қайта оралу аса маңызды. Осы рухта мен баршаңызды, отбасыларды, мехалаларды, діни қауымдастықтарды, бескіптерді, қахиндерді, декіндерді, катехизаторларды, ұстаздарды және барлық сенушілерді осы сый қабылданып, өсіп, сақталып, мол жеміс беруі үшін қолайлы жағдай жасауға шақырамын. Егер біздің ортамыз тірі сеніммен, үздіксіз дұғамен және бауырластық қолдаумен жарқыраса, Құдайдың шақыруы пайда болып, жетіліп, әр қайсымыз үшін, әрі бүкіл әлем үшін бақыт пен құтқарылу жолына айналады. Әсем мен ізгі бағушы Иса көрсеткен жолмен жүре отырып, біз өзімізді де, бізді шақырған Құдайды да тереңірек тани бастаймыз. Өзара танушылық. Өмірдің иесі бізді таниды және өзінің сүйіспеншілікке толы көзқарасымен жүрегімізді нұрландырады. Қахиншілікке Құдайдың әрбір шақыруы сүйіспеншілік болып табылатын Құдайды тану мен бастан өткеруден туады. Жуханның 1 хаты 4:16. Құдай бізді терең таниды, тіпті басымыздағы әрбір шашты да санап қойған және әр қайсымыз үшін қасиеттілік пен басқаларға қызмет көрсетудің ерекше жолын дайындаған. Матай жазған Інжіл 10:30. Алайда, бұл танушылық өзара болуы тиіс. Бізде Құдайды дұға, сөзді тыңдау қасиетті рәсімдер, кілеседегі өміріміз және бауырларымызға өзін арнау арқылы тануға шақырылғанбыз. Жас Шамуил пайғамбар сияқты Құдайдың дауысын түн кезінде естіп, оны тануды үйренгендей, бізде ішкі тыныштық кеңістігін құруымыз керек. Шамуил туралы 1 кітап 3:1-10. Сонда ғана Құдайдың біздің бақытымыз үшін жүрегінде не сақтағанын сезіне аламыз. Бұл жай теориялық немесе академиялық білім емес. Өмірді өзгертетін жеке кездесу екен. Құдай жүрегімізде өмір сүреді. Құдайдың шақыруы бұл онымен терең рухани сұхбат. Әлемнің шуына қарамастан бізді қуанышпен әрі жомарттылықпен жауап беруге шақыратын үн. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Бұл дүниенің нәрселеріне шықпа, өзіңе орал. Өйткені шындық адамның жан дүниесінде өмір сүреді. Тағы да әулие Августин бізге тоқтауды және ішкі тыныштық орнын құруды үйренудің маңызын еске салады. Сонда ғана біз Иса Мәсіхтің дауысын ести аламыз. Қымбатты жастар, осы дауысты тыңдаңдар. Құдай сендерді толық, жүзеге асқан өмірге шақырады. Өз таланттарыңды көбейтіп, Матай жазған Інжіл 25:14-30. Әлсіздіктеріңіз бен шектеулеріңізді Мәсіх Исаның даңққа бөленген айқыш ағашына байлаңдар. Сондықтан Еухаристиялық табынуға уақыт бөлініп, Құдай сөзін терең ойлап, күнделікті өмірде іске асырып, кілесе мен қасиетті рәсімдерге белсенді қатысыңдар. Осылайша сендер Құдайды жақыннан танып, достыққа тән жақындықта өздеріңді басқаларға қалай арнау керектігін аша аласыңдар. Некелік жолында қахиншілік қызметте, тұрақты декіншілік қызметте немесе Құдайға бағышталған өмірде екен.
Құдайдың әрбір шақыруы кілесе үшін де, оны қуанышпен қабылдаған адам үшін де өлшеусіз сый. Құдайды тану ең алдымен Құдайға әрі қамқорлығына сенуді үйрену. Сенім. Танушылықтан сенім шығады. Сенім Құдайдың шақыруын қабылдау мен онда тұрақтаудың қажетті шарты. Өмір шын мәнінде Құдайға үздіксіз сеніп, өзімізді оған тапсыру арқылы ашылады. Тіпті Құдайдың жоспарлары біздің жоспарларымызды өзгертеді. Әулие Жүсіпті еске түсірейік. Ол Мариям Бикештің Исаның айналығының құпиясына қарамастан, Құдайға сеніп, Мариям мен Иса нәрестені мойынсұнған жүрекпен қабылдады. Матай жазған Інжіл 1:18-25 және 2:13-15. Назареттік Жүсіп, Құдай жоспарын толық сенімнің бейнесі. Ол бәрі қараңғы көрінгенде де сенді. Ол Мариям сияқты да, Иса секілді де әр жағдайда Құдайға өзінің бойынсынуын білдірген. Үміттің торқалы жылы бізге Құдай уәделеріне берік сенім артуды үйретті. Тірілген Иса әлем тарихының да, біздің жеке өміріміздің де иесі. Ол бізді ең қараңғы сәттерде де тастамай, өз нұрымен қараңғылықты сейілтеді. Исаның рухының күшімен біз сынақтардан өтсек те, тағдырымыздың пісіп жетіліп, бізді шақырғанның әсемдігін бейнелейтінін көреміз. Рухани жетілу. Құдайдың шақыруы статикалық мақсат емес. Ол Құдаймен жақындықта өсетін динамикалық үдеріс. Исамен бірге болу, киелі рухқа әрекет етуге мүмкіндік беру және бәрін алынған сыйдың нұрында қайта қарау. Құдайдың шақыруына өсу деген сөз. Жүзім сабағы мен бұтақтар сияқты бүкіл өміріміз Құдаймен терең байланыста құрылуы тиіс. Жухан жазған Інжіл 15:1-8. Құдайдың еркі, жиі, шынайы, бауырластық қарым-қатынастарда ашылады. Жақсы рухани жетекшінің болуы зор игілік. Киелі рухтың жарығында ажырату мен ілесу қақеншілікке Құдайдың шақыруы толық әсемдікте жүзеге асуы үшін маңызды. Сондықтан Құдайдың шақыруы бір рет беріліп, дайын күйде қалатын нәрсе емес, ол өмір бойы дамитын жол. Осы жол бойынша сыйды сақтау ғана емес, оны Құдаймен күнделікті қарым-қатынас арқылы қоректендіру қажет. Сонда ол өсіп жеміс береді. Бұл құнды, өйткені ол біздің бүкіл өмірімізді, бізді сүйетін Құдайдың алдында қояды. Және еш нәрсенің мәнсіз хаостан туындамағанын, бәрі де жаратқан иеге жауап беру жолына біріктірілетінін түсінуге мүмкіндік береді. Құрметті бауырластарым, қымбатты жастар, мен сендерді Құдаймен жеке қарым-қатынасты дамытуға шақырамын. Күн сайын мінәжат етіп, Құдай сөзін ойлаңдар. Құдайды тоқтамай тыңдап, сенушілер болыңдар. Сонда тағдырларың пісіп жетіліп, өздеріңді бақытты етіп, кілесе мен бүкіл әлем үшін мол жеміс береді. Құдай сыйын ішкі қабылдап, дұға мен тыңдаудың ұстазы болып табылатын әулие Мариям Бикеш осы жолдарыңда сендерді әрдайым жетелей берсін. Ватикан шаһары 2026 жылғы 16 наурыз 14 Леон Папа.